Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін өте керемет, осылай ерекше қоспамен жасалатын чебурекидің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпа. Ал ендеше кеттік. Қажетті ингредиенттер тізімін әдеттегідей видеоның описания бөлімінен қарай аласыздар. Алдымен қамырымызды илеп аламыз, сүтімізді, суымызды, ұнымызды, тұзымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын болды, бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз дайын болғанша біз салмасын дайындаймыз. Салмасына қайнатылған жұмыртқа мен жусайдан қосып жасайтын боламын. Жусайды, жұмыртқаны жақсылап майдалап турап алдық. Енді үстіне тұзымызды қосамыз, қара бұрышымызды қосамыз және аздап сұйық май қосамыз. Начинкамыз дайын болды. Енді бағанағы қамырымызды осылай кішкентай бөлшектерге бөліп аламыз. Мен жасаған қамырдан где-то 25-30 штуктай чебуреки шықты. Ешқандай қиындығы жоқ, міндетті түрде қамырымызды ұнға аунатып аламыз, жұп-жұқа етіп, ұзынша етіп жайып аламыз. Сосын бір қасық начинкамыздан салып түйетін боламыз. Шетін вилкамен бастыруды ұмытпаңыздар.
Дайын болған чебуректерімізді осылай жинап қойдым. Енді оны қызып тұрған майда екі жағын 3-4 минуттай ұстап қуырып аламыз жақсылап. Мінекей достар, біздің хрустящий чебуректеріміз дайын болды. Жасалуы өте оңай, тез. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.